Жаз балалардың ең жақсы көретін мерзімі. Менің оқушыларым көп балалы отбасында тәрбиеленуші Шалқар Мұхаммед пен Майра жазғы демалысты көңілді өткізуде. Шахмат ғылыми ақыл-ой және халық шығармашылығы негізінде пайда болған ең танымды да қызықты спорт түрі. Жастайынан бала өздігінен шешім шығарып, өтіп жатқан әртүрлі оқиғаларды логикалық тұрғыдан бағалай біледі. Бала өз ісін жоспарлап, болжам жасап үйренеді. Уақытты тиімді пайдалануға, алға қойған мақсаттарына жетуге икемделе түседі. Жарқынбекұлы Ералы. Ералы әкесімен бірге пайдалы ойындардың бірі шахмат ойынын ойнап, жазғы демалыс күндерін көңілді өткізуде. Жалпы, шахмат ойыны баланың ақыл ойына оң ықпал етеді. Қыдырбек велосипед тепкенді ұнатады. Оқушым Бөпенай інілерімен, қарындастарымен бірге доп ойнағанды ұнатады.